Таңғы хабарын әрі қарай жалғастырамыз. Ал дәл қазір айтпақшы, сіздерге арнаған жарнамамыз бар ғой. Көріп алайық. Оян. Педиатр, массажист, маман. Құрметті көрермен, Оян таңғы хабарында. Не себепті? Балаға массаж жасаудың пайдасын айтпақшымыз. Бала буыны қатаю үшін не істемек керек, қандай әдіс тәсіл қолдану керек, барлығын айтамыз, көрсетеміз. Мереке ханым. Және де тағы да көтеретін тақырыбымыз, қазір балалардың барлығы ауырып жатыр, соның барлығын антибиотиксіз қалай емдеуге болады? Бірден сұрайыншы, шынымен де қазір, мысалы, менің қызым ауырып бастап жатыр, антибиотиксіз қалай емдеймін? Барлықтарыңызға қайырлы таң. Қазір енді күз мезгілі болғаннан кейін күннің бір жылуы, бір суы, ағзада дәрумендердің жеткіліксіздігі болып жатыр. Сондықтан да балаларымызда вирусты инфекциялық ауруларды жұқтырып алып жатыр. Яғни ол жұқтыратын орталары көп жағдайда қоршаған орта, яғни садикке барады, мектепке барады, адаптация жүріп жатыр кей балаларда. Сондықтан да енді антибиотиксіз деген кезде антибиотикке көрсеткіш болады. Егер де шынында да бактериалды асқыну болса, көп ата-аналар ол деңгейіне қарай. Бірінші кезекте бала ауырған кезде ол вирусты инфекциялық аурумен ауырады. Яғни бұл жерде ешқандай антибиотикке көрсеткіш жоқ. Балада дене температурасы көтеріліп бастаса да, қазіргі инфекцияның клиникасы ол дене қызуының көтерілуі, жөтел, балаларда конъюнктивит, әлсіздік болып жатыр ғой. Ата-аналар бірден антибиотикті қолданып жатыр, қолданбаңыздар деп айтар едім, себебі антибиотикке көрсеткіш жоқ. Егер де бала ауырып бастаса, бірден дәрігер маманға апарыңыздар. Үй жағдайында туысым айтты, көршім айтты деп өз беттеріңізбен ем қолданбаңыздар. Себебі үй жағдайында өз қолыңызбен асқынуға жеткізіп алуыңыз мүмкін. Мынандай жағдайлар бар. Мен осы танысым, баласы енді күн суыды ғой, 1,5 ай болған екен, ауырып жатыр, жөтеліп жатыр, тұмау деген секілді. Антибиотик жазып берген. 1,5 ай болды дейді, әлі жөтел кеткен жоқ дейді. Не істеу керек? Себебі қазір балалар арасында көк жөтел қатты жүріп жатыр. Оның клиникасы 1,5-2 айға дейін балалар жөтеледі, тұншығып, ұстамалы, түнгі уақытта жөтелу. Бұл жағдайда антибиотик көмектеспейді. Егер де антибиотик қабылдаймын десе, дәрігер маманға барып, жалпы қан анализін тапсырады. Ол жерде арнайы көрсеткіштер бар. Лейкоцит, нейтрофильдер көтерілетін болса, яғни шында да көрсеткіш болып тұрған жағдайда, және де кеудесін рентгенге түсіру керек болады. Егер кеудесін түсірген кезде шында да пневмония немесе бронхит, яғни антибиотикке көрсеткіш болған жағдайда ғана дәрігердің тағайындауымен қабылдау керек. Не үшін балаларда 1,5-2 ай жөтел болып жатыр? Антибиотик қабылдағанда көмектеспейді. Себебі біз көп жағдайда ауруханаға 5-7 күн жатамыз, жөтелді кішкене азайтамыз да, үй жағдайына шығып кеткеннен кейін реабилитациямен айналыспаймыз. Ал өкпе ол бізде тіннен құралған ғой. Реабилитация деген балаға витаминдерін уақытылы беру, яғни витамин Д-дан бастаймыз. Және де көп уақыт таза ауада жүру, арнайы бізде тұзды бөлмелер бар, яғни солевой шахта деп айтамыз. Солевой шахталарға барып, тыныс жолындағы барлық инфекциялардың жою, және де балаға осы жазылып болғаннан кейін 2 аптадан кейін анализ тапсыртамыз. Анализ тапсырған кезде балада не жетіспейді? Мүмкін бала ұзақ ауырса, яғни ол анемиясы болуы мүмкін. Біз анемиясын емдейміз. Қосымша жетпей жатқан дәрумендерін ағзаға толтырамыз. Яғни өкпенің реабилитациясымен жұмыс жасаймыз. Яғни, бала көп ауырса, ол деген тек қана суықтады, немесе тек қана вирус емес, оған мүмкін дәрумендер де жетпеуі мүмкін. Шынымен, сосын тағы бір балалардың өзгешелігі бар ғой. Мысалы, өкпе ауруларына бірден түсіп кететін балалар бар. Мысалы, менің қызым бірден жөтелген кезде төменгі тыныс жолына түсіп кетеді. Бізде балалардың тобын бөлеміз. Бізде жиі ауыратын балалар, ол көп жағдайда сіз айтқандай асқынумен бірден жоғарғы тыныс жолынан өкпе төменгі тыныс жолына қарай түсіп кетеді. Ол жағдайларда сіз міндетті түрде балаңыз ауырмай тұрған кезде, бәрі жақсы болып тұрған кезде дәрігердің консультациясына апарыңыз жоспарлы түрде. Яғни бізде арнайы ағзаға жетпей жатқан витаминдерді анықтайтын анализ топтары бар. Жалпы қан анализі, ферритин, железа деп айтамыз. Осының барлығын тапсыртып аласыз, витамин Д-ның мөлшерін анықтап аласыз. Жетпей жатқан дәрумендерді орын толықтырасыз. Бірінші кезекте анемиясын емдеу керек. Себебі жеңіл орта ауыр дәрежесі бар балалар, анемиясы бар балалар, олар көп жағдайда бірден асқынумен өтеді. Яғни оларды біз үй жағдайында су беру арқылы, емізу арқылы емдей алмаймыз. Көп жағдайда төменгі жолына түсіп кетеді. Бірінші, екінші, үшінші әдіс деп көрсетіп бере аламыз ба дәл қазір антибиотиксіз қалай емдеуге болады? Қатты асқынып кетпеген балалар бар ғой, орта денсаулықпен
Енді қараңыздар, мен өзім дәрігер болғаннан кейін әркез айтам, егер де балаңыз ауырып бастаса, міндетті түрде бірінші кезекте дәрігерге апарып көрсетіңіз. Себебі жөтелдің түрі болады. Ол аллергиялық жөтел болуы мүмкін. Ол бізде жаңағы басталып келе жатқан тамақта тұрған жөтел болуы мүмкін, немесе бронхит болуы мүмкін, бронхиолит болуы мүмкін. Оны бірінші кезекте дәрігер тыңдайды, ажыратады, қандай жөтел түрі екенін. Сосын мен айтар едім, жөтел басталған кезде қорықпаңыздар. Жөтел ол қорғаныштық реакция. Ол айтып жатыр, бұл ағзаға бөгде зат келді. Мүмкін ол бөгде зат тұрып қалуы да мүмкін. Бала бірдеңені жұтып та қоюы мүмкін. Сол кезде де жөтел болады. Әсіресе ана 1 жастан 2 жасқа өсіп жатқан кезде жиі ауырады ғой бала. Ол дегені бала жаңа үлкен өмірге бейімделіп жатыр деген. Иә, керісінше жөтелден қорықпаңдар деп айтқаным дәл себебі тағы сіз болып тұрсыз ғой, тағы айтып жатырсыз. Себебі біз жөтелсе болып шошып ойбай деп қорқып бірден емдеуге тырысамыз ғой. Бірден, иә, аналар. Керісінше оны бір шығару да керек сияқты, да? Шығару керек. Бірінші күту керек. Бұл тақырып енді түсінікті болған сияқты. Енді балаға массаж жасау жайында айтайықшы. Буынын қатайту үшін не істеу керек, қандай әдіс тәсілдерді қолдану керек, шеберханаға өтейік. Есімі кім балаңыздың? Ғажайып ару. Ғажайып ару. Мәссаған есімі қандай? Ғажайып ару келіп отыр біздің эфирге бүгін. Келіңіз. Жалпы массаж арқылы осындай вирустарды емдеуге бола ма екен? Болмайтын шығар, иә? Массаждың көмегімен ба? Иә. Массаж көмегімен емдеуге болады. Қараңыз, тісі шығып жатқан балада жөтеледі. Неге? Себебі олай да бар ма? Иә, тісі шығып жатқан балалар ұзақ жөтеледі. Себебі біздің ағзамызда сілекей көп бөлінеді бізді қорғау үшін. Бала бірдеңен жұтып қойса да, тісі шығып жатса да, ол бала әсіресе 1 жасқа дейінгі балалар атқар көтеріп шығарып тасталмайды жөтеліп. Сосын ол барады тамаққа жиналып тұрады. Содан қайталана береді. Тыңдасаңыз, бала бір өкпесіне түсіп кеткен сияқты дистанционно дейміз, алыстан жөтел естіліп тұрады. Ол шын мәнінде тамаққа жиналып тұрған жөтел. Оны біз дренажный массаждың көмегімен су беру арқылы шығарып тастауға болады. Ешқандай антибиотик, ешқандай дәрісіз. Ал бастайық онда. Жоқ, бастамастан бұрын, бізге хабарласқан көрермен бар екен, қосып алайықшы. Қандай сұрағы бар екен? Қайырлы таң, эфирдесіз, тыңдап тұрмыз. Сауалыңыз болса. Баланы дайындай берейік. Алло, сәлеметсіздер ме? Иә, қосылып тұрсыз, сұрағыңызды қоя беріңіз. Менің балам 3 жастан асқан. Күйе жөтеліп көп ауырады. Жаңағы айтқандай бронхит болып кетеді соңғы. Сұрағыңыз есімде тұр, қайталап жібересіз бе? Балам жиі жөтеліп ауырады. Аха. Содан кейін соңы бронхит болып қала береді, кейін бронхитқа айналып кетеді. Қалай емдеу керек дейсіз ғой, иә? Шынымен де жиі кездесетін балалардың арасында жағдай. Иә, эфирде болыңыз. Балаларды біз жаңа айттық қой, жиі ауыратын балалардың арнайы тобы бар деп. Сіз жөтелген кезде бірінші кезекте бала не үшін жөтеліп жатыр? Ол жөтелді қандай фактор шақырып тұр? Сондықтан да бірінші кезекте дәрігерге барыңыз, тағы да айтамын. Өкпесін тыңдатыңыз, жөтелдің түрін ажыратыңыз. Ол мүмкін бронхит шығар. Өйткені бронхит бізде 1,5-2 айдың уақытқа созылады. Ол көк жөтел болуы мүмкін. Балада немесе тіс жару процестері жүріп жатуы мүмкін. Өйткені тіс жару процестің өзінде жөтел ұзаққа созылады, бір апта болады, бір апта басылады. Сондықтан да айтарым, жөтелдің түрін бірінші кезекте анықтап алыңыз. Сосын арнайы анализдер тапсыртыңыз. Бірінші кезекте айтатыным, жалпы қан анализін тапсырыңыз. Егер қан анализінде антибиотикке көрсеткіштер болатын болса, ол жерде өзгерістер болатын болса, міндетті түрде дәрігеріңізге көрсетіп, себебін анықтап, емдеңіз деп айтқым келеді. Иә, сосын дәрумен жетпесе де ауру мүмкін дедіңіз. Иә, толықтай жауап болған секілді. Иә, құрметті көрермен, балаңыз аурушаң болса, дәл қазір сырқаттанып жатса, қалай емдеу керегін білмей жатсаңыз, дәл қазір экранда көрсетілген нөмірге хабарласыңыз, сұраңыз. Педиатр, массажист Мереке Тұңғышбаева бүгін бізде қонақта. Сонымен, массаж жасайық, иә? Қалай? Өзіңіз көрсетіп берсеңіз, неден бастаймыз? Баламыз дайын жатыр. Дайын жатыр, иә. Қатты шешіндірмедік, құрметті Оян таң хабарын көрермендері, ауырып қалмасын деп бала, бізде енді үйдегідей жағдай жоқ. Сіздер енді үйде толықтай шешіндіріп жасай беруге болады. Бала массажын жасау үшін бірінші кезекте анасымен байланысқа түсемін, яғни анасына міндетті түрде ескертемін, қатты тегіс жер керек деп, себебі балаға массаж бұлшықетке жасалынады және де буындарға жасалынады. Иә, омыртқалардың бәрі омыртқаларына жасалынады. Сол себептен де балаға қатты жер керек болады. Ол қауіпсіздік мақсатында биік болу керек, және де анасына
анасына өзінің баланың майын дайындап қоюын сұраймын. Яғни балаға аллергия бермейтін, туған сәттен бастап қолданылып жүрген, майын дайындап қоюын сұраймын. Және де баламыз дайын болу керек. Балада ешқандай қабыну процесі болмау керек. Дренажный массаж ол бала жөтеліп жатқан кезде арнайы жасалынатын массаждың түрі. Ал басқа дренажный деген ол басқа массаж. Ол өкпеге арналған массаж. Ондай да бар ма? Ондай да болады. Сонда жаңағы әңгімеміздің жалғасы, егер өкпеміз ауырып, жөтел болып жатса, оған арналған арнайы массаж да бар екен. Арнайы массаж бар. Бұл өте эффективті түр. Егер де ешқандай жөтелге қарсы препаратсыз, жөтелді тоқтататын препараттарсыз жазылғыңыз келсе, балаға сұйықтықты көп беру арқылы және де дренажды массаж жасау арқылы шығуға болады жөтелдің кез келген түрінен. Жаңа сізден сұрадық қой, антибиотиксіз қалай емдеуге болады деп. Оған біріншіден жаңа сіз айтқан нәрселер, екіншіден міне дренажный массаж ең эффективті түрі дренажный массаж. Ал қазір біз жасайтын массаж? Біз жасайтын массаж тыпыршылап кетсе не істеу керек? Бала тыпыршылап кетеді, егерде баланың ұйқысы қанбаса, бала қарны аш болып тұратын болса, баланың іші ауырып тұратын болса, бөлме ыстық болатын болса, яғни балаға әсер ететін факторлар бар. Осы факторларды болдырмас үшін анасына ескертеміз. Жарты сағат алдын балаңызды тойдырып қойыңыз, балаңыздың ұйқысы қанық болсын деген секілді ескертулер айтып қоямыз. Жалпы балаға массажды көп жағдайда ойлайды. Балаға арнайы мамандар, егерде балаңызда гипертонус бұлшық еттің, гипотонус болса, кривошея, кіндік грыжасы болса ғана жасалынады деп көп аналар ойлайды. Ол дұрыс емес. Ол дұрыс емес. Балаға себебі менің жасайтын массаж техникам ол европалық методика деп аталады, яғни антогенез бойынша. Антогенез деп отырғанымыз бала дүниеге келеді ғой, баланың дұрыс дамуы. Бала қай уақытта басын көтеру керек, қай уақытта бала аунау керек. Біз осыған көмектесеміз. Енді Мереке ханым еуропалық әдіс тәсілді көрсетейік. Оған дейін бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, сауал бар. Тыңдап тұрмыз сізді, эфирдесіз. Сұрағыңыз қоя беріңіз. Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз. Массажист бабасы қойған сұрағым бар еді. Мен бала ойнап жатырмын. Соған массажды міндетті түрде жасату керек па? Или бір ауытқуы болып, бір ауырсағы да жасату керек па? Өте орынды қойылды. Дәл қазір осы туралы сөйлесіп едік, Өте орынды қойылды. Бала дүниеге келгеннен кейін, балада ешқандай да ауытқу болмаса, өз жасында дүниеге келсе, яғни 38 аптадан асып, балада ешқандай сарғыштық, жылтушқа болмайтын болса, балаға біз туған сәттен 10 күннен кейін массаж жасап бастаймыз. Ол не үшін? Жасау керек, міндетті түрде. Себебі антогенез деп отырғанымыз, бала дүниеге келгеннен кейін өз уақытын ертерек қуып жету, яғни бала басын ұстай алуы, бұлшық еттерін қатайту, баланың уақытылы отыруы, уақытылы аунауына біз көмектесу керекпіз. Қазіргі таңда балалар гипоксиямен толып жатыр. Неге? Себебі аналарында анемиялар бар. Аналарында жүктілік кезінде көптеген жаңа іштің тырысып қалуы, яғни угрозалар деп айтамыз ғой болған. Міндетті түрде массаж істеу керек. Сонымен бастайықшы. Бірінші аяқтан бастайсыз, Міндетті түрде бірінші кезекте аяқтан бастаймыз. Баланы негізі жатқызған кезде осылай басына қою керек. Қазір енді жастықшаны өзін қойдапсыз. Өзін жастықшасын қоя салайық. Міне майды аламыз да бірден балаға жақпаймыз. Қолымызға? Бірінші кезекте қолға жағамыз, жылтып аламыз. Ол неге қолымызды қыздырып алуымыз керек жақсылап. Мәссаған. Осылай балалар жатпайды. Ұйқысы қанбаған ғой, қателеспесем, Ұйқысы қанған ғой. Кейде жаңа орта қызық болып та осындай бір жаңа орта қызық қимылға беріліп кетеді. Мен қазір енді балаға ыңғайлы болсын деп, негізі баланың ыңғайына қараймыз. Ішпен жатса, ішпен, сыртпен жатса, сыртпен, міндетті түрде төменгі жақтан бастаймыз. Яғни қолымызды жақсылап сықылап болғаннан кейін массаждың өзінің 4 әдісі болады. Бірінші сипалау. Бірінші кезекте сипалаймыз. Екінші ол бізде ысқылау, үшінші әдіс уқалау, төртінші әдіс ұрғылау деп айтамыз. Яғни бүгін массаж жасай алмайтын сияқтымыз ғой. Қалай тыпыршыған тоқтатуға? Алдату керек. Бұланы сіз алдына ұстап тұрасау деймін. Осыған қарап тұр. Сонымен? Бірінші аяққа арналған жаттығулар массаж. Бұлшық етті бірінші қыздырып аламыз, себебі бұлшық етіміз дайын тұру керек. Яғни бірінші кезекте сипалаймыз. сипалаймыз. Қазір нағыз массаж маманы емес, үйдегі отырған келіншектерге де жасай беретін массаж түрі. Қазіргі таңда енді неше түрлі оқу курстары бар, арнайы дәрігер мамандардан мен өзім де аналарды оқытам. Яғни үй жағдайында өзінің анасының жасағаны дұрыс. Себебі тығыз қатынас болады баланың массаж жасаған уақытта. Келе ғой қызым. Сонымен
аяғына массаж істедік қой. Иә. Істегендей болдық енді. Шамамен түсінген шығарсыздар, құрметті көрермен, үй жағдайында. балаңыздың сапалы мінезіне түрде де. қайталасаңыздар болады, және әрі қарай қалай жалғастырамыз. Иә, массаждың бірінші кезекте 4 әдісін қолданыңыздар. Бірінші кезекте сипалаңыздар. Сипалау арқылы біз баланы тыныштандырамыз. Екінші ысқылаңыздар. Ысқылау ол бізде бұлшықетті қыздыру мақсатында жасалынады. Төртінші әдіс ол бізде ухалау әдісі деп айтылады. Яғни уже қызып тұрған бұлшықеттерді ухалаймыз. Шамамен көрсетсек болады ма? Давайте ұстап ұстап тұрайын, тұрған кезде, иә, осылай осылай көрсете берейін. Міне, бірінші кезекте сипалап алып жатырмыз. Екінші кезекте ысқылап аламыз баланың аяғын. Сипалау мен ысқылаудың Айырмашылығы сипалау деген майды жағу дегенді білдіреді. Міне, жағу, балаға жанасу, бірден ысқылап кетсек бұлшығы дайын емес қой. Өйткені тері қабаттарына байланысты біз әрекет жасаймыз. Үшінші әдісіміз біз ысқылаған кезде уже сәл тереңірек күш береміз, және де жылдамырақ істейміз. Үшінші әдіс ол бізде қыздыру. Қыздырған кезде мен өзімнің техника Шантали әдісімді қолданамын. Яғни техника Шантали бұл европалық методика, яғни бұлшықетті тез қыздырып жіберу. Тез қыздырып жіберу. Міне қараңыздар, қолды аласыздар да, бұлшықетті айналдырасыздар. Міндетті түрде буыннан ұстап тұру керек. Бұл әдіс бұлшықетті тез қыздырып жібереді. Қазір қарап тұрсаңыздар, қараңыздар міне. Бірден қызып кетті, көрдіңіз бе? Қызарып, ыстық болып дайын тұрады. Содан кейін біз ухалау әдісіне кірісеміз. Ухалаған кезде бұлшықеттерді бөліп аламыз. Төменгі бұлшықет, жоғарғы бұлшықет, буындарды бөліп аламыз. Сүйекті ухалауға болмайды. Сүйектің жанындағы бұлшықеттерді, міне, фаланга деп айтамыз, яғни бармақтың жұмсақ жермен осылай массаж техникаларын жасаймыз. Негізі айтар едім, әрбір ана массаж техникасын оқып алсын. Себебі ойлайды, баланы беталды сипалай беру керек деп олай емес. Әр органға дұрыс техника көрсететін болсақ, еңбектемейтін баламыз тез еңбектеп кетеді, отырмайтын баламыз отырып кетеді. Бала дайын болады, просто көмектесіп жүру керек балаларға. Сөйлеуіне де неге? Себебі қан айналымды күшейтеді ғой. Қан айналым күшейген кезде баланың миына кислород барады. Сосын анемияны емдеп жатқан балаларға мен міндетті түрде массаж жасаймын. Себебі ол витаминдерді тез сіңіреді. Тіпті витамин Д-ны ішіп жатқан баланың өзіне массаж жасау керек. Себебі ол жаңағы тез сіңімділігі тез болады, қан айналым күшейіп тұрады балада. Мен оны қарапайым тілмен былай түсінемін. Мысалы, Құдай берген біз жалпы адамдар, үлкен адамдар денеміз шымыр болу үшін, жаңағыдай шынымен сіңген тамағымыз жақсы сіңу үшін де фитнеспен айналсамыз, спортпен айналсамыз ғой. Дәл соның енді балаларға біз бір көмектесіп жатқан түріміз ғой, себебі олар енді өз-өздерімен. Өйткені бұларда қозғалыс шектеулі. Сосын керекті бір неді бір точка дейді ғой. Нүктелерді басу арқылы. Менің тәжірибемде көп кездестім. Міне, 1 жасар бала жүрмейді дейді, барсаңыз балада анемия. Анемия балаларға темір препаратын қоса отырып, сол 10 күн аралығында массаж жасасаңыз, 7-8 күні бала жүріп кетеді. Бәрі қарапайым ғана біз бала дайын тұр көмектесіп жүру керек. Мына қолдың техникасы, мен өзім дәрігер педиатр болғаннан кейін күннен күнге таңғалам, бұның көмектесетін жаңағы белгілері өте көп. Массаж арқылы балаға өте көп көмек көрсетуге болады. Жаңағы антибиотиксіз емдейміз дедік қой. Өкпедегі қақырықты 3-5 күннің ішінде мына қол техникасымен түсіріп алуға болады. Яғни біз дренажный массаж жасаған кезде бронх қабырғасына жабысып тұрған барлық жаңағы қақырықтарды ортаға түсіреміз да, бала үлкен дәретімен сыртқа қарай шығарып отырады. Ондай да әдістер. Ондай әдістер де бар. Құлақ түріп отырыңыздар. Хабарласқан көрерменіміз бар екен. Қайырлы таң, тікелей эфирдесіз. Сауалыңызды жолдасаңыз болады. Қайырлы таң. Қайырлы таң. Мен мамамнан сұрайын деп едім, кішкентай баламның ұршық түйегі шықпай жатыр. Балаңыздың жасы нешеде? Массаждың пайдасы бар ма? Жасы қаншада? Жасы нешеде балаңыздың? 6 айлық. 6 айлық. Балаға УЗИ жасадыңыз ба? Ортопед маман көрді ма? Жасадым, бұл кезде анықталды. Ұршығы дамымаған деді. Шықпай жатыр, соған массажды қаншалықты жиі алған дұрыс? Ұршық түйегі дамымаған балалар болады. Дұрыс жасадыңыз. Бірінші кезекте УЗИ жасайсыз. Ортопед маманға көрінгеннен кейін тексерілген массажист маманнан массаж аласыз. Ұршықты тек массаж көмегімен дамытуға болады. Қасына, яғни өзінің витамин Д-сын, кальцийді қосып отырып, кем дегенде 5-6 курс аласыз. Себебі бір 10 күндік массаждың ішінде ұршықты өсіріп шығара алмайсыз. Тағы ұмытпау керек, массажды жаңағы паузамен ортада тоқтап жасау керек. Әр күні баланы шомылдырып жасап
иә жатқызып сықылай беру ол дұрыс емес. Балаға массаж 30 минут жасалынады. 15 минут массажды бұлшық етке жасаймыз, 15 минут массажды буындарға жасаймыз. Массаж уақытында бала жыламау керек. Егер де бала шыңғырып жылап жататын болса, массажды тез тоқтата қоямыз. Ол деген балаға дискомфорт болып жатыр. Либо массажды ауыртып жасап жатырмыз, немесе қарны ашып жатыр, немесе баланың бір жері ауырып тұр дегенді білдіреді. Массаж баланың психикасына әсер етпеу керек. Бала еркін, ойнап жатып, қасында анасы болу керек, жұбатып отырып, жалпы 30 минут жасалынады. Сосын баланың тағы мінезі болуы мүмкін, жаңағы ұстатпайды, аяқты теуіп жаңағы. Кей балалар массажды мүлдем жасатқысы келмейді, бірақ та ол көп жағдайда 3 күннің ішінде басылады. 1-2-3 күннің ішінде кез келген бала қарсыласады, себебі ол түсінбейді. Біріншіден бұл бөтен адамның қолы ғой. Ол өзінің анасының ғана алақанын сезіп қалған бала өте сезім мүшелері жақсы дамыған. Сондықтан да 1-2-3 күннің ішінде баланы өз бабына келтіріп алуға болады. Және де бөлме температурасына мән беріңіздер. 24-25 болу керек бөлменің температурасы. Қатты ыстық та ұстамаңыз, салқын та ұстамаңыз. Әсіресе сосын есі кіріп қалған балалар ол мүлдем жолатпай қояды. Массаж жасауда осы 8 айдан асқан балаларда массаж жасау қиын, себебі олар жатырқайды, еңбектегісі келіп тұрады, еңбектер жатқан балалар. Кішкентай кезінен үзбей жасап үйрету керек пе? Мысалы, 3 жасар қызың мысалы қазір мүлдем массаж жасаса уже мама деп қашады. Негізі жаңа айттым ғой, бала туылғаннан кейін, осы түсініп алыңыздар, 10 күннен кейін балаға массаж жасап бастауға болады. Бұған уже балалар үйреніп те бастайды, балалар шымыр болып бастайды. Негізі 1 жасқа дейін массаж 4 рет жасалынады. 3 айында, 10 күндігінде, 6 айында, 9 айындығында. Бұл яғни баланың өмірінде жаңа этап белгілер болып жатады ғой. Сол кезде біз балаға көмектесіп жібереміз. Яғни ертерек жүріп кетуіне, ертерек отырып кетуіне, еңбектеп кетуіне қол көмегі арқылы, механикалық әрекет жасау арқылы көмектесіп жібереміз. Тағы бір қоңырау бар. Қайырлы таң, эфирдесіз. Бала ұстап үйрене бер. Ой, үзіліп кетті ғой деймін. Белі ашылып кетпесін, жақсылап. Баланы ұстаудың өзі әдіс тәсілдері бар ма? Қалай ұстау керек? Қалай ұстау керек деп бес алған қалай. Маған үйретіңізші. Қазір құдай берген. Жас әкелер бар ғой қазір. Мен сияқты. Енді шынымды айтайын, баланы ұстап үйренбегесін біз қорқамыз. Жер майып қылып аламыз ба, ауыртып аламыз ба деген секілді. Дұрыс. Ол өте дұрыс. Себебі балалардың буындары өте нәзік болады. Егер де баланы дұрыс көтермесек, біз буынын шығарып алуымыз мүмкін. Өте дұрыс айтасыз. Яғни баланы көтерген кезде, міне жерден алған күннің өзінде бірден өзімізге қарап көтеріп алмаймыз. Бала қазір өз жасап тұр, енді бұл үлкен бала ғой. Баланы жанға қарай бұрамыз. Бірінші кезекте бізде мұнда мойын бұлшық етін байқау керек, яғни жұлынды байқау керек. Жұлынды фиксация жасайсыз. Қолмен. Осылай қолдың астынан өткізіп, міне. Ең бастысы мына омыртқасы және де жұлынын байқау керек баланың. Егер осы жерді дұрыс фиксация жасамаса, бала құлатып алуымыз мүмкін баланы. Мазасы кете бастады. Кәне, енді мен ұстап көрейінші сіздің айтқан әдіс тәсіліңізбен. Көтеріңіз, мына бірінші кезекте. Дұрыс ұстап алдыңыз. Ол ма, дұрыс па? Кішкене үлкен бала болғаннан кейін, үлкен болғаннан кейін, отырғызып ұстасаңыз, ол кішкентай балаларға арналғанда көрсетіп тұр. Байланыстап көне қойды ғой деймін. Енді тағы ең бастысы, қорытындылайықшы, массажды ананың өзі жасап үйренгенде жақсы, немесе кішкентай айынан бастап бір адамға жасатқан дұрыс. Сосын енді осындай бір қорқып, шошып, бір реакция болмау үшін. Содан кейін арнайы жөтелді де емдеуге болатын массаждың түрлері бар екен. Оны енді педиатрдан сұрап, немесе енді бәрібір бірінші педиатрдан сұраған дұрыс қой, негізі содан ерінеміз ғой. Кейде енді өзім түсінемін дегенде мен көп бала емеспін ғой, соның өзінде уақыт таппай кетеміз. Қала өмірі бар, ауыл тіршілігі де оңай емес, қала тіршілігі де оңай емес. Сонда да енді балалар, аналар кейде бармай, үлгірмей жатамыз. Соның өзінде енді жаңағы осындай әр жерден естіп қаламыз. Алдыңғы жасаған емді қайталаймыз. Бірақ әр балаға бір жеке көрсеткіштер болу керек қой. Болу керек. Мен әркез айтамын, жаңағы маған хабарласып онлайн консультация аламын дегенде не болып тұр, жөтеліп тұр.
жөтелді алыстан емдей алмаймын. Себебі жөтелді тыңдау керек, ажырату керек. Ол қаншалықты жоғарғы тыныс жолында тұрма, төменгі тыныс жолында тұрма, ол жабысып тұрған қақырық па, немесе ол аллергиялық жөтел ма. Бірінші кезекте тыңдаймыз, тыңдап бала жағдайына толық баға бергеннен кейін біз емдік техникаға кірісеміз. Осы жерде аналарға айтатыным, ингаляцияны жөтеліп бастаған күні бастап кетпеңіздер. Себебі ингалятормен бұрында айтып келе жатырмын, ол жаңағы ингаляцияға сіз құясыз ғой, физраствор құясыз, береді, кез келген препаратты құясыз. Мақсатыңыз не? Мақсатыңыз сол препаратты өкпенің түбіне жеткізу, альвеолаларға жеткізу. Ал ол деген сіз мына тамақта тұрған қақырықты аласыз да, өз қолыңызбен өкпенің түбіне тастайсыз да, 2-3 күні айтып отырасыз. Менің баламда асқынып кетті, баламда пневмония болып кетті деп отырасыз. Сондықтан да жөтелден мүлдем қорықпаңыздар. Жөтел ол реакция, баланың реакциясы. Көп жағдайда аналар жөтелді тоқтататын препарат береді. Жөтелді тоқтататын препарат беру арқылы блокировать етіп тастайсыз мидағы белгіні. Ол уже баланың ішінде қақырық толып жатса да, бала жөтелмесе, бұл ең асқынған жағдай осы. Сондықтан да жөтел тоқтататын, қақырық түсіретін препараттар бермеңіздер. Ингаляция туралы өте жақсы ақпарат айттыңыз. Келгеніңізге рахмет, келгендеріңізге рахмет дейміз. Аман болыңыздар, ауырмаңыздар. Сіздер де ауырмаңыздар, құрметті аналар.